Assalomu alaykum, hurmatli de asa qadrmende ko'rermen. Bugun bizben birga 14:30 da bo'lingizlar. Biz televiziyalik bag'darlama bo'lgandan keyin bizde to'liq nusxasi YouTube'da yo'q, aniqda yo'q, Instagram'da yo'q deb yoza bermangizlar. Bizde to'liq ko'rish uchun 14:30 da apamning shayini qo'yib, televizorda qo'sib, ad dushi ko'rsangizlar bo'ladi. Aman bo'laylik, bar bo'laylik, qo'slaylik. Yenglik. Bugün sizde oyun uyuндастырып келдіңіз бе? Ya bugün oynayımız деп келдім. Бірақ Ернар жоқ. Сол Ернар таппай отырмын. Өзі ойнайық деп, өзі жоқ деп кетті. Сөйтіп енді өз-өзімізді алдамасақ, мына жақта жынды болып кетеміз. Айбек қалай? Айбекке мен, кстати, кеше айтып едім ғой, кеше операция жасайды деп. Бірақ кеше анализ алып, бүкіл жоқ, мен түсінбеймін да негізі деп бастайды. Бүкіл жерлерін тексеріп жатыр екен, бүгін түсте жасайтын болыпты. Я тезірек жазылып кетсін, шипасын берсін ала. Сөйтіп, сіз үміткер күтіп отырсыз. Әлі күтіп отырмын, кеше келе ма деп ойлап. Неге келмей жүр деп ойлайсыз? Негізі келіп жүр ау сол деп ше. Мәссаған, кірмей жүр деп, кіре алмай жүр деп ойлайсыз ба? Кішкене бір духы жетпей. Келіп кетіп қалып жүр деп. Келіп кетіп қалып жүр. Бүгін кірем точно жүрген сияқты. Қалайсыздар? Негізі Сіз қалайсыз? Иә. Жақсы, Құдайға шүкір. Нұрсұлтан, сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген жақындарымның денсаулығы, өзіңе жақын адамдардың. Жалпы маған мен үшін бақыт деген еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, сол бақыт. Жұртыңыз аман, еліңіз тыныш болса. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, мен үшін бақыт сол адам. Үйлену ол енді. Негізі потребность қой оның бәрі бар. Өмір қағида, үйлену керек, үй болу керек. Енді кейбір адамдар айтады ғой, ақшаң жоқ болса бақытсызсың деп. Ол кейбір адамдар. Ол кейбірге қалып кеткенде олар. Онымен келіспейсіз, иә? Енді ол потребность қой, ол керек зат, бірақ ол бақыт емес. Счастье не в деньгах. Хандардың өздері ақшаның артынан қуалаймын деп тақтан құлап, бычты шыққан ақшаның дүниенің түбіне жеткен бір адамды көрсетші маған тарихта. Сіз үшін бақыт деген ол амандық, иә? Амандық, денсаулық, еліміздің тыныштығы. Мысалға, ана күні жер сілкінісі болды да, сіз айтып отырсыз, ақшамен бақытты адаммын, немен бақытты адаммын. Анандай бір кесапат кесе бар ма? Қайда кетеді сол кезде бақыттың бәрі? Жердің астына кетеді, басқаша кетеді. Бәрі тастап қаштыңыздар ма? Адам болып келіп, адам болып бұл өмірде кету. Вот бақыт сол. Солай екен, достар. Сіз үшін бақыт деген не? Ерасыл деш дейді ғой. Ерасыл деш дейді. Ол әркімге бақыт деген әртүрлі ғой. Мысалы, мен үшін сұхбаттасқандай болып кеткен ба? Сонымен сіз үшін бақыт деген? Мен үшін бақыт деген дәл қазіргі сәт қой. Мен негізі әр сәт, әр моментте бір күшті нәрсе алып келдім. Мысалы, дәл қазір бұл нәрсе қайталанбауы мүмкін да. Поэтому әрқайсымен сөйлесіп, кішкене бір шүйіркелесіп, бір әңгіме айтқан мен үшін бақыт сол нәрсе. Знаете, просто қазіргі сәтпен өмір сүру. Болашаққа бүйтіп қатысып кеткен, ұнатпаймын. Өткенімді ақтарса, біреу тоже ұнатпаймын. Только осы сәтпен өмір сүру мен үшін бақыт. Ал сіздер үшін бақыт не? Ал егер андай бола ма сізде жағдайыңыз болмай тұрған кезде бір бақытсыз сияқты сезінетін? Менде негізі ондай сәттер өте көп болып жатыр соңғы кездері. Ойыма шомылып, өзімді кішкене жаман сезініп кетемін да. Бүйтіп жүре берсем, басқалар өмірлерін сүріп жатыр, мен бүйтіп отқаныма ешкім ештеңе. Сіздің состояниеңізді ешкім? Менде дәл қазіргі состоянием құбылмалы дейді ғой. Просто өзім настроением құрылып отырады, ойланып кетесің, басқалардың өмірі күшті болып өтіп жатыр да. Қарасаң күліп, не істеп жүрді. Неге мен сөйтіп өмірімді өткізбеске? Просто менің проблемам ешкімге керек емес өзімнен басқа. А мен ол проблеманы ойлай берсем, мына жағым бәрі бүйтіп ауыр болып толып қалады да. И шығарып сол нәрсенің астында батып кетсем, шығуым қиын болады. Сол себепті сразу сол проблеманы шешіп тастап, ары қарай күліп ойнап жүре берген. Матамда бірақ енді соңғы күндері кішкене қиындау болып жатыр сол нәрсе. Демек сіз мәселені жеңілдеу қабылдайтын адамдардың қатарынан жатасыз, иә? Иә, мен мәселені күліп қабылдағым келеді да. Қандай қаншақ болса да күліп қабылдап, күліп жатсағым келеді. Бірақ кейде болады момент бүйтіп толып күлуге шамам жетпей қалады да. Ондай моменттерде енді негізі сразу түрімнен көрініп тұрады. Мен қатты шомылып кеткенім ойға. Так что, достар, обиданы іште ұстамаңыздар. Батып кетесіздер, қалай батып өмірден түңіліп кеткен. Сіз ержігіт мырза, көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Әдемі Алла. Ержігіт, сіздің өмірде жалпы өкінген кездеріңіз есіңізде ма?
болды ма жалпы? Өкінген? Бір Любой сәтке. адамда болады ғой өкініш деген. Бір таңдау жасайсың. Сол таңдау Не болды? таңдау жасайсың да. Ол таңдау дұрыс деп ойлап келе жатып, дұрыс болып қалған кезде өкініш болады екен ғой. Білмеймін неге күлдіңіз. Видео қолданбайды. Мен не деп жазып отырмын? Айтып жіберіңізші. Миым жетпей жатыр. Ауыр ма? Мектепте айтпаса мен қоямын, тоқтаңдар. Мен ананаспын ба? Мен біліп алдым. Мен айтам ба? Сен ше? Мен ба? Мен лимон екенін біліп қойдым. Жануар емес, мен қолданыста бармын. Мен адам ба? Тіржан. Тіржансың сен. Тіржансың. Сен ше Назгүл тәтесің. Кейбір қыздар тапқырлығы үшін таңдайтын. Әлби студияда. Қалайсыз? Қайда болдыңыз? Көрінбей кеттіңіз. Бері қарай кеңіз. Кеше бір шағын шаруаға байланысты келе алмай қалдым. Үлгере алмай қалдым эфирге ше. Бүгін енді келіп отырмыз. Алла бұйыртса енді сіздермен. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген ата-анамның менің алдымда бірге ойнап күліп жүргені. Бақыт деген туысқандарымның, менің таныстарым, жолдастарым аман болғаны. Бақыт деген еліміздің тыныш, жұртымыздың бірге болғаны. Бақыт деген деніміздің сау болғаны. Қалғаны енді өтеді, келеді, кетеді деген сияқты ғой. Қалғаны тек қуаныш сыйлайды, бақыт сыйламайды, иә? Қуаныш сыйлайды. Бақыт деген сол ғой, ең бастысы ата-анам, туған туысқандарым, бауырларым, елім, халқым, жұртым, соның өзі бақыт. Солай екен. Көрдіңіздер ма, біздің жігіттер бақытты қалай бағалайды?